негізгі және туынды болып бөлінеді. Сіз есім түзелген сын есім тудыратын жұрнақтар. Кестелі орамал сапалы сын есім жоқ. Ал кестелі орамал сапалы сын есім емес дейсің. Қалай дәлел дейсің? Кесте закесі оған жұрнағы жалғанған кезде сапалық болып кетті. Қатыстық болып кетті. Яғни басқа сөз табынан сын есім жасалса, бұл қандай сын есім болатын еді? Қатыстық сын есім. Яғни басқа сөз табынан қатысы бар. Дұрыс. Отыра ғой. Зарина жауап берді. Екінші топтан кім жауап береді? Бегар жауап бере ғой. Сын есім заттың сапасы мен сының көлемі түр түсі сипатын білдіретін сөз табы. Дұрыс. Әдемі зат сапалық сын есім. Шақ шек етістіктен сын есім тудыратын жұрнақтар. Мысалы, болашақ, ерін, шек деген сөз. Болашақ деген бола ма? Болмайды, бізге төбірек етістік болу керек, оған шақ шек жұрнағын жалғасақ, сын есім пайда болады. Жаңа айтқан дұрыс, ерін, шек, тебін, шек, ұрын, шақ. Дұрыс. Сын есім құрамына қарай үшке бөлінеді. Жоқ. Олар құрамына қарай екіге бөлінеді. Негізгі туынды. Дұрыс, отыра ғой. Келесі үшінші топтан. Шапағат емес, маған басқа. Кім жауап берді? Абуталып жауап берсінші. Ал Абуталып бола ғой. Сын есім мағынасына қарай сапалы қатысты болып бөлінеді. Есім сөздерден сын есім тудыратын жұрнақтар. Темірдей тәртіп сапалық сын есім жоқ. Арыстандай отты негізгі сын есім жоқ. Жоқ, Олар қандай сын есім? Олар туынды сын есім себебі жұрнақтар арқылы жасалған екен. Ал балалар, екінші тапсырмамызға өтеміз. Екінші тапсырмаға өту үшін мен сендерге тағы жұмада сұраймын. Адам жоқ салмаға, орны жоқ кезіп бармаған. Тізе бүкпей әлі тұр, сонда да аяғы талмаған дейді балалар. Не екен ол? Ауыл болсын. Бұл жұрнақтың шешімі орындық дұрыс айтасыңдар. Орындықтан іздейміз. Орындықтар өте көп екен. Орындықтың астынан іздейміз, артынан іздейміз. Бар ма екен сұрақ? Қандай екен сұрақ? етістікке байланысты пинг-понг әдісі. Яғни етістікке байланысты сұрақ пинг-понг әдісі. Қазір нелер беремін. Бірінші топ. Сен нешінші топ? Сендер беріп қойдың ғой. Ішінде аламыз бала, тапсырманы түсіндірейін. Етістіктер сыртында жасырылған. Сол етістіктер сәйкестендіреміз. Сөйтеміз да ол етістіктің сапалық салт етістік па, сабақты етістік па сол екенін ажыратамыз. Тез оны. Кейін қазір ішінде бір сөйлемді тақтамен жұмыс жасап қалдырып жүрген балалар. Үшінші топ болды дейді. Екінші топ болды, үшінші топ ше? Болды қой. Қасына сапалық сын есім екенін сабақты салт етістік екенін балалар жазып қоямыз. Енді маған үш оқушы жоқ, осының ішінде бір сөйлемден естеміз балалар талдау жасаймыз. Кім шығады сөйлем талдауға? Әсел шығады, Бегар шығады. Шығарсын ба кеп? Сөйлемді бұз.